Ұяламын деген Тұрсын Алагөзов балаларынан кешірім сұрады. Айсәуле Бақытбек қызына берген сұхбатында танымал кәсіпкер Тұрсын Алагөзов балаларына қатысты жайттарды сөз етіп, өзінің не үшін ұялатынын жеткізді. Бұл туралы Demokrat.kz сайты хабарлайды. Қазір екі кішкентай қызымызды өсіріп отырмыз. Баянды бұған дейін әйел ретінде танысам, ал қазір нағыз ана ретінде танып жатырмын. Баян біздің екі қызымызға керемет ана болатынын айтудан жалықпаймын. Ал мен Алиса мен Алма өзімді қатты өзгерткенін, басқаша сезімге бөлегенін айтар едім. Бұрын да бірінші некеден балаларым болды ғой. Оларды да өсіріп тәрбиеледім. Алайда мен олар дүниеге келгенде арнайы перзентханаға бармағам. Оларды перзентханадан шығарып алмағам. Қазір сол үшін қатты өкінемін, ұяламын. Бірінші некедегі балаларым дүниеге келгенде жұмыспен басқа жақта болдым ба есімде жоқ. Әйтеуір перзентханадан шығарып алмағам. Амина, Арсен балаларымды перзентханадан шығаруға бармағаным үшін ұяламын. Және олардан осы үшін кешірім сұраймын, деді Тұрсын Алагөзов. Құрметті көрермендер, Тұрсын Алагөзовтың Айсәуле Бақытбек қызына берген бұл сұхбаты шынайылық пен әкелік жауапкершіліктің мысалы секілді. Өткен өміріне шегініс жасап, өз қателігін мойындап, бірінші некеден туған балаларынан кешірім сұрай білу кез келген адамның қолынан келе бермейтін үлкен адамгершілік. Әке болу тек дүние әкелу емес, рухани байланыс пен жан жылуын беру. Бүгінгі таңда осыны мойындап, ашық айту батылдық әрі ішкі өсу шығар. Атана қателесуі мүмкін, бірақ оны түзеуге мойындау, кешірім сұрау тәрбиенің ең биік үлгісі. Бұл сөз қателікті қайталамауға, ал қалған өмірді саналы әкелікке арнауға бағытталған жүректің үні. Тұрсын мырзаға парасаттылығы үшін алғыс білдіргім келеді. Балаларына амандық, отбасына тек мейірім тілеймін. Шынайы өкініш кешірімге лайық деп санаймын.